Xavier ұсынады. Full Time Films өндірісі. Матье Тюридің фильмі. Басты рөлдерде Британи Эшфорд, Грегори Феттуси, Хавьер Батет, операторы Винсан Виллард Барн, монтажшы Джоэл Джековелла, сазгері Фредерик Пуаре, продюсерлері Ишам Хаджи, Хамид Херов, Оливье Шато, Эрик Жандарм, Томо Любо. Бәрі өлген. Сценарий авторы және режиссері Матье Тюри. Тірі қалғандар. Соңғы аялдама 320 шақырым. Кезекші автоқызмет бекеті.
7-ші көлік. Бұл орталық. Естіп тұрмысың? Иә, мен жанармай бекетіне кіріп едім. Ол жерде керме төбенің астында тағы біреуі жасырыныпты. Ей, онда сенің шаруаң болмасын, Джулет. Мен ол жақта тексеріп шығу үшін жігіттерді жіберем. Бірдеңе табалдың ба? Сағызбен аздаған тұз ғана. 36 адам үшін бұл аздау. 39 үшін. Тағы екеуі келді. Және Анна жарты сағат бұрын босанды. Менің атымнан құттықтап қой. Міндетті түрде. Мен сөндірем, қазір қуаты таусылады. Жол қысқартуға тырысам. Келген соң кездесерміз. Қараңғы түскенше оралуға тырыс. Неге қадалып қарап тұрсың, а? Жап аузыңды. Тарт қолыңды ол жерден. Жылдам. Мені тыңда, шөп желке. Ал, жарайды. Жақсы. Ал, ризасың ба? Қайуан қайда кетті? Ол әлі осында. Трейлердің ішінде. Мен оны сонда қамап тастадым. Ол жерде тамағың бар ма? Қалбырдағы тамақ. Шамамен 12 қалбыр. Тоқта. Мен адам жегіштердің немесе хайуандардың қорегі болғым келмейді. Мен саған оқ шығындағым келмейді. Мен саған жалынам. Өлгің келе ме? Онда қолыңды қарныңнан ал. Ал егер өмір сүргің келсе, сені өзіммен бірге алып кетем. Құрып кеткір. Жоғал! Жоғал! Кет! Жоқ! Жоғал!
Ал қалай, сізге бэкон ұнай ма? Не? Бэкон. Бекон негізі мен ет жемеймін. Қызық екен. Әзілдеп тұрмаған боларсыз. Енді мына туынды бұл Бэкондікі. Фрэнсис Бэкон. Суретшінің аты ғой. Иә, рахмет, мен білем. Вегетариандық және алдамшы. Сіздің мұнда неге келгеніңізді білуге бола ма? Өнерге қызығушылығың жоқ болса. Мен олай дегем жоқ. Жай мен бұл суретшіні ұнатпаймын. Бірақ мұнда тек соның ғана суреттері қойылған. Мен сізге бір құпияны ашайын. Бұл менің көрмем. Сол себепті мұнда не үшін келгеніңізді айтсаңыз риза болар ем. Демек, сіз осы жерде бастық болғандықтан айтуға міндеттімін бе? Айтайын, далада жаңбыр. Далада жаңбыр? Ал мен жаңбырды ұнатпаймын. Түсінікті. Онда Құдайға рахмет. Бүгін жаңбыр жіберген үшін. Қырындағаныңыздан түк шықпайды. Құдайға, бұл шыныңыз ба? Сіз Құдайға сенбейсіз бе? Жоқ. Ал сіз сенесіз бе? Оған менің өз себептерім бар. Менде де бар. Тоқтай тұрыңыз, 1 минут. Осы үшін алып қою керек. Сәлем, Анжей. Мен кете берейін. Жаңбыр басылған сияқты. О, жарайды. Мәссаған, сіз Бэкон екеуміздің арамызда бөгелетін сияқтысыз ғой. Қызық сэндвич екен. Ал сонда біз не істейміз? Біз сіздің біліміңізді ұштаймыз. Бэконның сыры мынада. Ол сұрықсыздық шегінен асып кетуінде. Ал мынау нағыз сұрықсыздық, солай емес пе? Ал егер жақсылап үңілсек, Бэконның сұрықсыздықты қалай үйлестіргенін байқаймыз. Ол құбыжыққа ұқсайды. Бірақ бұл олай емес. Бері жақындаңыз. Оған оның ішкі жан дүниесінің сұлулығын көргенше қараңыз. Көзіңізді ашыңыз. Қырсық.
Сен жиі осылай істеймісің? Нені айтасың? Көрменің қызған кезінде бейтаныс қызбен кетіп қаласың. Клиенттеріңнен айырылып қалған шығарсың. Жоқ. Сен елестете алмайсың. Бәрі бірдеңе сатып алу үшін емес, ішіп жеу үшін, көзге түсіп қалу үшін келеді. Адам нанғысыз. Иә. Айтпақшы, қазір сенің жеп келе жатқан бәлішіңе ет қосылған. Мен жай әзілдедім. Бұл жай әзіл. Рахмет. Сен қызық адам екенсің. Оны білем. Ал мен осында тұрам. Кіріп шыққың келмей ме? Мәссаған. Қане маған бер. Бірдеңе ішемісің? Әкеле бер. Не ішесің? Шай, кофе? Ал виски бар ма? Әрине. Мұз қосайын ба? Жоқ, рахмет. Мынаны сен салдың ба? Жоқ, бұл... Иә. Керемет екен. Рахмет, жақсы. Алып қояйық. Кел. Сонда бұл кім? Жүрген қызым. Жүрген қызым? Бұрынғы қызым. Ал сенің пәтерің керемет екен. Ұнай ма? Мұра қалдым. Кімнен? Бұл ұзақ әңгіме. Ұзақ оқиғалар үшін ненің жақсы келетінін білесің бе? Ірімшік. Француз және оның француз сыры. 1 минут. Бұл осында. Сенде де сатылатын пластикалық ірімшік емес. Бұл нағыз ірімшіктің өзі. Мен сені өзгеше бір дәммен сыйлайын. Шын мәнінде бұған тыйым салынған. Солай ма? Иә, жарайды. Мен мойындауға тиіспін. Көрме жай көзбояушылық. Мен француз сырын тасымалдаймын. Сен дәмін татуға тиіссің. Бірақ иісі мүңкіп тұр ғой. Бұл жақсы нышан. Қане, жеп көр. Мәссаған. Дәмі неткен керемет. Айттым ғой. Мен Парижде тұрғам. Сол оқиғадан кейін көрмемен, ақша табу, үй жайларымен айналысуға тура келді. Ал сен ше? Мен бе? Әдетте отбасы деп жатады ғой. Менің ешкімім жоқ. Қандай мағынада? Осы жаққа кетіп қалдым. Бәрінен қаштым. Бұл қиын. Ал кейде маған осы... Осы дүниеге келмеу керек еді деп пе? Солай ма? Иә. Не? Сен күдікті ештеңе байқамадың ба? Саған тізімін жазып берейін бе? Әзілім емес. Әңгімелесіп отырғанымызға бірнеше сағат болды. Ал мен әлі сенің есіміңді де білмеймін. Енді не істейміз? Осылай жалғастыра берейік пе? Маған ұнайды. Меніңше бұл қызық сияқты. Шынымды айтсам, менің кеткенім жөн сияқты. Егер өрескел бірден айтсам, онда кешір. Жоқ, бұның саған қатысы жоқ, жай кетуім. Онда сені шығарып салайын. Мен өзім жетіп алам. Не болып қалды? Мен түсінбедім. Өтінем. Ештеңе, мен уақытты жақсы өткіздім. Енді жай кетуім керек. Тым болмаса маған телефон нөміріңді берерсің. Жоқ, мүмкін емес. Тым болмаса атыңды айтсаңшы. Тек есіміңді айтшы. Джульет. Ал мен Джекпін. Сау бол, Джек.
бұл жер маған ұнайды, ал саған ше? Мен мұндай жерлерге шыға бергім келмейді. Оны өзім де білем. Мұнда олардың не үшін келетінін білесің ғой. Жүр, кетейік бұл жерден. Ей, бойжеткен, бірдеңе керек пе? Бәрі дұрыс. Болды, қой енді. Ал қалай, не болды? Ұсақ түйек. Бәрі дұрыс. Басекең үстінде. Ол сені күтіп отыр. Ей! Жүр. Ал, бәрі қалай өтті? Ойдағыдай. Ал, мынау кім? Мен ертіп келдім, алаңдама. Көңіліңді көтер. Бірдеңе ішемісің? Виски. Менде виски жоқ. Шайға қалай қарайсың? Иә, шай керемет. Отыруға бола ма? Ештеңе етпейді. Рахмет.
Өсімдігің тамаша екен. Эпифит деп аталады. Иә, ол сусыз, топырақсыз өсе береді. Тамыры жоқ, солай ғой. Рұқсат па? Күшті екен. Сен маған телефоныңды бермедің. Сосын сені дәмханада көргеннен кейін ойладым. Үйіне шығарып салайын деп пе? Айтшы, саған нақты не керек? Жай сені тағы көргім келді. Көрдің? Міне, мен алдыңдамын. Ал, содан. Мен сені міне үшін келгем жоқ. Міне үшін емес пе? Құрып кеткір мені шығарып салатындай, осылай айтатындай сен соншама кім едің? Нені мінейін деп едің? Мына сасық үңгірді ме? Есік алдындағы жігіттерді ме? Мені ме? Қаласаң мен саған көмектесем. Көмектесесің бе? Маған сенің қарғыс атқыр көмегің керек деп ойлайсың ба? Қайырымдылықтың керегі жоқ. Жоғал. Қане кет. Тоқта. Мен сенің кеткеніңді қалаймын. Маған сенің түкке керегің жоқ. Қарай көр. Сенің артыңнан бекер ілескен екенмін. Бәлкім сен осында қалғың келетін шығар. Дәл таптың ба? Сен соны қалайсың ғой. Олай істемеші. Мерекенің жалғасқанын қаламайсың ба? Неге кетіп барасың? Бұл Джулиет. Мен апатқа ұшырадым. Маған көмек керек. Жауап беріңдер. Кім естіп тұр? Құрып кеткірлер. Жауап беріңдер маған. Жауап беріңдер маған. Джулиет, естимісің? Джулиет, мені естіп тұрсың ба?
Джулиет, естимісің? Қарқсатсың, Джулиет, жауап бер маған. Сен қайдасың? Егер сен мені естіп тұрсаң, біз сені тауып алуымыз үшін тура мен айтқандай істе. Сонымен, сол жерде, сенің артыңда, көліктің ішінде. Сәлем. Сәлем. Кешегі көмегің үшін рахмет. Мүмкін жүрек жалғап аларсың. Ұнамай ма? Жоқ, мәселе онда емес. Қарным аш емес. Не болғанын айтып бергің келмей ме? Мүлде ештең айтқың келмей ме? Не жайлы айтайын? Білмеймін. Мүмкін нашар аспаз екенім жайлы. Айттым ғой, мәселе онда емес деп. Жарайды. Онда дайындаған адамды жұмыстан шығармайым. Білесің бе, ата-анам қайтыс болып, осында келгеннен кейін мен қатты қиналып жүрдім. Мынаның бәрі ме? Жоқ, жалпы, мен өзімді аквариумдағы балықтай сезінетінмін. Әдемі аквариум. Иә, бірақ мұның бәрі менікі емес. Маған үйренуге тура келді. Менің айтайын дегенім, сен де үйрене алар едің. Мүмкін. Егер біраз серуендеп келсем, қарсы болмайсың ба? Саған бір нәрсе керек пе? Ай, турасын айт, қане? Сен қайда кеттің?
аш есікті. Жоқ, Қалай жоқ? сен осында қаласың. Жоқ, қалмайым. Бұл жолы кетуіңе жол бермеймін. Мені қамап қоймақпысың. Мен саған сынақ қоян емеспін. Ашына құрғыр есігіңді. Мені жек көріп кететінді білем, бірақ сен осында қаласың. Ол бәледен толық құтылмайынша. Сенің маған бұлай істеуге хақың жоқ. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Қанша айғайлағың келсе сонша айғайлай бер. Бұл қабат түгел менікі, айғайла. О, солай ма? Бұл жердегінің бәрін қират. Маған бәрібір. Иә, солай, сындар. Аянба, қират. Қолыңнан не келетінін көрсет. Қане, болды, доғар. Жетер енді. Жолама, Бері кел. жолама дедім ғой саған, Жетер. жібер мені. Болды, жетет. Жолама маған. Болды, қой дедім саған. Жетер. Болды, доғар. Тыныштал. Тыныштал. Тыныш. Тыныш. Болды. Бәрі жақсы.
Олар аяқтап та қалды. Қалғанын көлік тұрағына жөнелтеміз. Жігіттер, рахмет. Ей, ханшайым. Бәрі дұрыс па? Тосын сый болса, мен ылғи қобалжи бастаймын. Білесің бе? Апам үнемі мені күлдіретін бір нәрсе жасайтын. Ол былай істейтін. Көрдің бе? Көмектеседі. Енді үйге кіруге бола ма? Иә, жүр, көрсетейін. Ей, жүр. Қара, біз диванды мұнда жылжыта аламыз, немесе өсімдікті құмыралармен. Менің біраз ойларым бар. Ал сені не істейміз? Түсінбедім, қандай мағынада? Сені қайда қоямыз? Қайда қойғың келсе де өз еркің. Сен оған сенімдісің бе? Иә. Сен мені қайда қойғың келеді? Тағы да аздап, ақырын. Абайла, осында. Тоқтай тұр. Ал не айтасың? Мынау менің орным ба? Иә, бұл орын Солай ма? саған лайық. Мейлі, жарайды. Бірдеңені ауыстыруға тура келеді. Ой, қойшы. Шынымен бе? Иә, бірақ саған бір нәрсе жетпей тұрған сияқты. О, құдайым-ай. Жарайды. Иә, солай де. Мейлі, жарайды. Білмеймін, қай жерде тұрғаның жақсы, қонақ жайда ма? Әлде жатын бөлмеде ме? Онда жүр, барып көрейік. Ойынды доғар. Жүр. Ал қалай? Бұл біздің жатын бөлмеміз. Қандай әдемі. Ханшайым, тұра тұр. Балалар бөлмесінен қандай көрініс ашылатынын білмейсің ғой. Қайдан? Балалар бөлмесі? Мұнымен не айтқың келеді? Білмеймін, болуы мүмкін дегенім ғой. Бері кел. Бұл сенің әзілің ғой, иә? Жай қарашы. Бала оянған кезде осыны көруі керек. Терезеден қарағанда әдемі көрінгендіктен балалы болғың келе ме? Жоқ. Өйткені бала осы жерде бақытты болар еді. Біз үнемі қасында болар едік. Ұл болса да, қыз болса да. Сен оны білмейсің. Әрине білмеймін. Оны білу де мүмкін емес. Бұл өмір. Оларды бақыт етуге тырысу керек. Бәлкім сен оларды бақыт ете аларсың. Бірақ менің қолымнан келер ме екен? Неге сонша қорқасың? Мен ештеңеден қорықпаймын. Сен тым болмаса мені сүйесің бе? Маған деген қандай да бір сезімің бар ма? Оны өзің де білесің. Жоқ, мен білмеймін. Өз құлағыммен естуім керек. Айтшы маған. Тым болмаса өміріңде бір рет. Менде саған деген сезім бар. Сұмырай, мен сені сүйем деп айтшы. Сұмырай. Гарри, мені естіп тұрсың ба? Сен бізді қорқытып жібердің ғой. Не болып қалды? Мен сұмдық көлік апатына түстім. Аяғымды сындырып алдым. Енді осында отырмын. Қазір қайда екеніңді білемісің? Солтүстікке кететін басты жолдың қасында сияқтымын. Жанармай бекетінен 2-3 шақырым жерде. Джулия, сен былай істе. Сен артқы жаққа өтіп, шам шырақты алып іске қос. Бізде өзіміздің... Тағы да бір рет қайталай аласың ба?